мәжбүрлі түрде мана дамбыны жарды деген менің күдіктерім бар темір өзенінің бойында. Дамбыла. Кім жарды мүмкін? Енді елді суға кетіре ме? Халық жара ма? Әкім жара ма? Оны деген мен білмеймін. Барлық құммен жасалынған қоймалардың су ұстай алмай қалған. Ақтөбеден де, Атырау облысынан да сені сотқа бере аламыз деді. Экологиялық катастрофаны көрдім жоғарыда. Күн қызған сайын судың ішінде неше түрлі вирустар оянады. Бізге премьер-министр келді өзі. Бүткіл мәжілістің депутаттары келді. Ешқайсысы осы туралы версияны қозғаған жоқ. Жалпы бізге айтқанда сол су қоймасы жарылды деген. Неге хабарламады? ЧС хабарласа, халықты дайындауға мүмкін 4-5 күн уақытын ұтар еді. Ассалаумалейкум, Баймедиа YouTube арнасының көрермендері. Біздің түсіру тобымыз Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласында су тасқынынан кейінгі оның салдарын көру үшін, оны эфирге жариялау үшін арнайы сапармен келдік. Оның бүгінгі себебі қандай? Біз осы сұрақпен Құлсары қаласының белсенді азаматы, Байтақ партиясы Республикалық саяси бюросының мүшесі Медетқали Нұрғазиев ағамызбен сұхбаттасқалы отырмыз. Құрметті Медетқали мырза, жалпы су тасқыны деп бүкіл Құлсарының біраз жері 2900-ден астам үй судың астында қалды дедік. Өткен жолы бір себептерін айттыңыз, сол себептеріне нақты көз жеткізе алдыңыз ба? Себебі қандай бұл су тасқынының, қызыл судың? Өкінішке орай себебін айтқаннан кейін үстінен тікұшақпен барып қарап келуге мүмкіндік болды. Бірақ су тасқынынан кейін біз 19 сәуір күні барып ұшып келдік. Судың басы сәуірдің 2-сінен бастап келе бастады. Қатты легі. Тікелей барып білуге себеп болған, сол алдыңғы жолы сіздің студияға барғанда Астанада айтып кеткен болатын. Күдіктерімізді, осындай күдіктеріміз бар, осындай себеп болуы мүмкін, су қоймалары жарылуы мүмкін. Оған жергілікті халықтардың біз байланыс бойынша айтқаны. Яғни билік өкілдерінен онда ешқандай хабар келген жоқ. Дегенмен сол күдігімізді сейілту үшін арнайы тікұшақ жалдап, сол жоғарына қарап келдік. Бармасқа амал болған жоқ. Сол видеодан кейін Астанада түсірілген көп адамдар, мәслихат депутаттары, облыстық Ақтөбеден де, Атырау облысынан да, ол кісілердің айтқаны мені сотқа беретінін. Қай мәслихаттың депутаты? Атыраудың ба әлде Ақтөбенің ба? Атыраудың депутаты соқты, Ақтөбенің кәсіпкерлері соқты. Кезінде Жылыой ауданының тұрғындары екен, қазір Ақтөбеде кәсіппен айналысамыз деді. Сені сотқа бере аламыз деді. Мен жемнің туралы ақпаратты білмейсің дегенде сондай айыптаулар болды. Бірақ мен оны ешқайсысын сасқан жоқ. Ең бастысы дәлел тауып келді, табылды. Тікұшақпен шыққанда ең бірінші Қырғыз-Киргизская деген су қоймасына бардық. Барған кезде мынадай екі төмпек ортасын платинамен жапқан. Платина сапсау, астында шлюзі бар. Тек соңғы жағында байқап қалдық. Қайтып мына үстіне бір жылмықтап жатыр, жыра сияқты. Баса платинаның жанынан, кәдімгі өзі таудың төмпегі ғой, соның жанынан 10 метр терең, 10 метр былай кеңінен квадрат болып үлкен жыра жатыр. Су қоймасы түсіп кеткен, яғни платинадан су қойма деңгейінен. Су дейтін уже соңғы жағы ағып жатыр екен, ана жерден ешқандай нелері өтпеген. Соны барып бейнелеп, таспаға түсіріп, одан кейін келесі неге бардық? Әулие деген маяк бар. Бұрынғы Әулие деген бұрынғы атауы маяк, қазіргісі Әулие. Ол биіктігі 32 метр су қоймасы. Жалпы бізге айтқанда сол су қоймасы жарылды деген. 7 миллион кубтық сыйымдылығы. Бірақ ол су қоймасы бетімен кетіп тұр. Ешқандай жарылмаған. Халықта сұрадым кейіннен, сендерге кім айтты дегенде, олардың республикалық трасса Жем өзенінің үстіне өтетін бетон көпірі бар еді, соны шайып өткен. Резко. Сол кезде оларға айтқан маяк жарылды деген, халық соған сене берген. Енді келіп біз сұрасақ, әрбір өкілдерден, билік өкілдеріне шығып, мысқылдайды, жауап бермейді, яғни жарылған жоқ. Судың растайсың ба десе, білмеймін дейді. Яғни
ЧС үстінен 3 күн бойы бізге ұшуға рұқсат болмайды деп рұқсат берген жоқ ол жерге. Соның барлығы күдік туғызды ғой бізге. Келесі су қоймаларына қарағанда көптеген құмнан жасалған су қоймаларының барлығының іздері жатыр. Жаңадан, яғни құм үйіп тастаған Илинский су қоймасына бардық. Толықтай бітеліп жатыр жаңа. Үстінен өткенде жемге құятын жерлердің толықтай анандай топырақпен бітеліп жатыр. Мүмкін бекітіп қойған шығар, бірақ енді судың толып тұратын болса, суды ұстаған болса, манағы маяк сияқты бетоннан жасалынған толықтай ұстап тұру керек. Бірақ қырғыз су қоймасы толықтай босап кеткен ішінде. Оған көзіміз жеткіздік. Сол сияқты Алтынды елінің үстінде де қарадық, ауылының үстінен. Ол жерде де күдікті іздер жатырды. Яғни үлкен жыралар, мана қырғыз су қоймасынан асып кетті ғой сулар. Дәл сондай іздері жатыр. Бір өзімнің күдігім енді, мүмкін мен қателесуім мүмкін, бір жаңадан жартысын, дамбының жартысын жартылай бір үстінен жасақ қойғандай болды. Бітеп тіреп. Яғни құрылыс жұмыстары болады ғой, үстінен келіп жүргізетін. Себебі оның астында 2-ақ тұрба тұр. 2 тұрбадан аққан манағыдай үлкен жыра қалмайды. 2 тұрбадан астындағы ізін айтқым келеді. 2 тұрбадан үлкен жыра қалмайды. 2 тұрбаның несін біз көріп отырық қой, ауылдық жерлерде, бұда шаруашылықтардың бітеп қойған бөгеттердің, одан көп болса кішкентай бір қазан қалады сол жерде. Ары қарай су дейтін еркін ағады. Ал анау үлкен жыра жалды. Ол 2 түйір тұрбадан анандай қылып із қалдыру мүмкін емес. Яғни су қоймалары барлығы толықсаған, сол мына менің күдігім әлде барлық құммен жасалынған қоймалардың су ұстай алмай қалғаны. Құммен жасалған. Бұл менің күдігім. Осының болса жоғарыдан бастап тексеру керек су қоймасын. Тағы бір айтайын, 4 су қоймасын үстіне өттік. Тек қана маяк қаз қалпында тұрып, себебі маяк лық толы тұр. Маяк су қоймасы әулие. Ал біздерге негізі барлығымыз мақсатымыз соған барып, тек қана соны барып көру болып еді. Маякты. Сонда 4 су қоймасының біреуі ғана қаз қалпында, 3-еуінің жарылған ба сонда? Біреуінің алыста тұрған Киргизскийдің жарылып, айналасында аймақ жоқ, жарылған ізі, ол өңделмеген сол күйінде жатыр, су ағып. Жөндеу жұмысы жүргізілмеген. Қалған Илинский су қоймасында айтқандай манағыдай, жаңадан топырақпен толықтай бітеп тастаған аузын. Енді қалған суды алып қалайық деген шығар, не болса да ол жұмысқа керек. Сол күдікті тексеру керек сол. Ең бастысы бұл жерде Темір өзенінің үстімен өттік. Темір өзені бұл жем саласына келіп қосатын ең үлкен өзендердің бірі. Темір өзенінің бойында алдын ала ұшардың алдында біздер маршруттан Google картаны ашып, қай жерде бөгеттер барын қарадық. Яғни бойында Темір өзені топырақтан жасалған бөгеттер өте көп болды. Тұрба тұр, топырақтан жасалған. Су осының алдында су өте аз келді ғой. Қаншама жыл. Сол суды сақтап қалу үшін сондай нелер салуға, біздің жақта да бір мәжбүрлі салған нелер, заңсыз болсын, заңды болсын, осы жылойдағы нелер. Дәл соған ұқсайтын бөгеттер болды. Кішігірім. Алайда өзеннің бойында тек қана өзі жылмықтап ағып жатыр. Ешқандай су қоймасын көрген жоқпыз. Бір су қойманың үстінен өттік, су қойма дейтін түсіп кеткен. Демек ауылды елді мекендер барлығы суға кеткен енді, жартылай. Мәжбүрлі түрде мана дамбыны жарды деген менің күдіктерім бар Темір өзенінің бойында. Дамбыла. Кім жарды мүмкін? Енді елді суға кетіре ме? Халық жара ма? Әкім жара ма? Оны деген мен білмеймін. Елді суға кетірмес үшін олар дамбыны суға жарды. Себебі кен орын бар. Жаңа жол деген. Сол жерде Қытайлар игеріп жатырған. Кен орын бар. Сол кен орында мұнай қазандары бар, мынада үлкен-үлкен резервуар. Качалкілері бар. Ол мұнай кен судың астында жатыр. Соны барып бетінде майдың пленкасы бар ма? Ол болмауы мүмкін емес. Қазір дейтін кез келген мен танитын осы Жылойдағы тіпті тап-таза ұстайтын теңгездің үстіне су шайып өтетін болса, бетіне дейтін майдың пленкасы шығар. Қап-қара ол. Оның үстінде дейтін мұнай кен орны болғасын, олардың уақытша шлам сақтайтын қоймалары болу керек. Олар қандай қай жерде? Мен енді мен ол жерді жергілікті жерде білмеймін. Экологиялық катастрофаны көрдім жоғарыдан.
бұл хабарланды ма, Ақтөбенің билігі онымен айналысып жатыр ма, ешқандай менде ақпарат жоқ. Көргенім жоғарыда бұл өзеннің тасығаны, Темір өзенінің бүткіл качалкілердің көбінісі судың астында жатыр, кілкіген. Енді биіктіктен қарап, оның барлығын бейне таспаға түсіріп алдым мен. Бейне тиісті органдарға енді хабарламасын беру керекпіз. Ал Темір өзенінің және ол шлам болсын, химиялық уақытша қоймалары болу керек бұл жерде. Егер де соларға тиді ме, соның барлығы зерттелу керек. Себебі ол тиетін болса, ол үлкен экологиялық зардапқа келеді. Темір өзені ол тікелей жемге құяды. Жемге құйған жерде ол Ақтөбенің ешбір қаласына соқпайды. Тіке Жылой ауданына кетеді ары қарай, төменге қарай. Ол қазір ағыспен келгенде су сарқырап ағып келіп, бір жерге тұнып жиналса, май бетіне қайтып пленка болып қайтып жиналады. Мүмкін біз Каспийдің улап жатыр. Бұл судың барлығы Каспийге құяды, Каспийдің бассейніне құяды. Енді соның барлығын зерттеу керек. Шығын қаншама экологиялық шығын келді. Ол Қалсары қаласының ортасымен жарып өтті ол сулар. Біздің айту себебіміз, өзіңіз ойлап қараңыз, мына суды жылмықтап бетіп ағып келе жатыр қар. Жайлап, бәрібір мынаның аузынан ағады. Ал Киргизский су қоймасы мына жерде тұр. Мына стакан шелекті алып, мысалы, жылмықтап ағып атқан жерге мен аударып құйып жіберсем, ол арнасына сыймай кетеді. Ол сыймай кеткен салдарын бізде әлі күнге шейін көріп келе жатыр. Яғни Жем өзенінің ортасына түсті кейін, бірақ Құлсарының үстіне су ағу тоқтаған жоқ. Себебі мына арнасынан асығанда жаңадан арналар салып алды. Су өзі аққанда жол салып алады өзіне. Жанынан, жан жағынан жаңа арналар пайда болды. Енді кеше Бақашыға жол салып, шлюзге қарай, соны жауып тоқтатып мен бойындағы қалғандар ағып жатыр деп ойлаймын. Бізге премьер-министр келді өзі. Бүткіл мәжілістің депутаттары келді. Ешқайсысы осы туралы версияны қозғаған жоқ. Тіпті біз ұшамыз дегенде ЧС-тің рұқсаты берілген жоқ. Енді сіз ойлаңыз, Темір өзенінің бойы экологиялық катастрофа Ақтөбеге соқпайса да, ол тіптіке Каспийге келіп, ертең су тұрақтағаннан кейін бетіне қалқып шығады. Ол жерде фауна, флора, онда барлығын біз үлкен апат келе жатыр деп есептеуге болады. Жаңағы сіз айтқан су қоймалардың бәрі Ақтөбе облысына қарай ма? Әрине. Бізде Жылой ауданында су қоймасы жоқ. Мұғалжардан бастап Ақтөбенің бойында картаны Google'дан ашып қарап отырғанымызда көп деген өкінішке орай топырақ бөгеттер. Топырақ бөгеттің барлығын болашақта несін қою керек оны. Менің сұрағым келгені, Құлсарының алдында Ақтөбе облысын су басты. Иә. Сіз айтқан су қоймаларын әдейі жарып жіберу мүмкін бе? Мысалы, өзінің облысын сақтап қалу үшін басқа облысқа жіберу. Темір өзенінің бойы, Темір өзенінің өзінің ауданын сақтап қалу үшін мүмкін жарып жіберуі. Себебі мен өтіп баратқанда қоймадан су көрген жоқпын, бөгет те көрген жоқпын. Өзен өз арнасымен ағып жатыр. Және мұнай кен орындарын су басып жатыр. Ол өздерін сақтап қалу үшін, мені апаттан алып қалу үшін, ол жарып жіберу әбден мүмкін. Бұл вариантты міндетті түрде қарастыру керек. Және де ол туралы бізге неге хабарланбады, оны тез арада зерттеуді талап етті. Себебі қаншама күн уақыт өтті, соның өзінде ізін жабуға тырысып жатылған іздер көрдім. Менің күдігімді бекіту үшін маған бір су қоймасының жарылғанының өзі жеткілікті. Өзі арнасынан тасиын. Бірақ мүмкін емес. Сенбей, тіпті өзіңіз ойлап қараңыз, жалғыз ғана бетоннан ғана ұсталынған маяк лық толтыр ауызынан асып, өзінің арнасымен ағып жатыр. Ал қалғандары бір су жартылай жиналғандай болып көрінді көзге. Ол шлюз ұстайтын болса, ол дейтін толықтай бетімен бірдей болып тұру керек еді. Су ұстаған болса. Ал Ақтөбе облысының қаласының Мұғалжардың өзі бұл таудың бұна жағынан Қостанайға кететіні бар. Былай қарай кететін, Сағызға кететін нелері бар, бастаулар бар. Ойылға кететін бастаулар бар. Біз өзі Жем өзенінің бөлек арна. Жем өзені. Және осының бойында ол ең үлкен өзендердің бірі Мұғалжардан. Және Темір өзені келіп құяды оның үстіне. Бұл қаланың Ақтөбенің кетіп жатқаны, бұл бізге қатысы жоқ, соқпайды.
ол керісінше олардың су қоймасынан Ақтөбенің іргесіндегі асыған суы менің білуімше ол Ресейге қарай ағады, әрі қарай. Жақсы, рахмет. Ал жалпы осы бүгінгі күні Құлсарыдағы жағдай қандай? Бүгін Құлсарыдағы жағдай әлі де салдарымен арпалысып жатырық қой. Су өзіңіз көріп келгендей, су әлі бел ортасында тұрған үйлер бар. Су ағысы тоқтады. Ең қорқыныштысы, қазір судың сынамаларын СЭС алып тексеріп жатыр. Әзірге қауіп жоқ дейді, бірақ ескертеді. Күн қызған сайын, бізде Жылыойда күн ыссы ғой. Күн қызған сайын судың ішінде неше түрлі вирустар оянады. Енді алда сол үшін жалаң суға түспеуді мен кеңес беремін. Енді қанша не болса да маска киіп, енді себебі су қызғаннан кейін кез келген қақ судың өзінде тұрған су қызғанда ішінден малға инфекция түсіп жатады. Ал біз бұл дейтін ана Темір өзенінің ана жерде мұнай кен орнынан шайып барып келгенін көзіміз жетті. Экологиялық катастрофа. Және оның алдында ешбір бөгет жоқ. Тікелей жемге құйғанын көзіміз көріп тұр. Жемге келіп. Одан аз болса қаншама кеше бейіттер бар. Жаңадан қойылған. Коронавирустың кезінде қаншама мысалы мәйіттер орнатылды. Әрине оларды хлорлағаны бар, пәктегені бар. Қалай болғанда да соның барлығын шайып, өзіңіз кеше көргендей, сол бейіттен 2 шақырым жерде бейіттің белгілерін көрдіңіз. Мысалға, ол вирустар дейтін жылыға ояну әбден мүмкін. Халықты қалай қорғап қаламыз? Халықты қорғауға халықтың тек қана ауызбіршілігі керек. Және осындайда сабырлық, даналықты да барлығын бір-бірімізге жанашырлық, бауырмалдылық көрсететін кез осы. Өзіңіз көріп отырсыздар, енді халықтың сіркесі су көтермей жүр қазір. Әр адам айқай-шумен кезекте тұрған адам, мен айқайласам, мен көбірек алам деп ойлайма, әлде мәселем тезірек шешіліп кетеді деп ойлайма. Ол токсичный настроение дейді ғой. Ол сынықтан басқасын барлығы жұғады. Мен айқайлап тез арада өндіріп алам деген ол қате түсінік. Сабырлық таныту керек. Әр нәрсенің уақыты бар. Өзіміздің байсалды мінезімізді көрсететініміз уақыт осы. Ауыз біршілігімізді көрсететін уақытымыз осы. Осы жолдан біз сабақ алу керекпіз. Жеткілікті дәлелді мен таптым деп ойлаймын. Енді Байтақ партиясының төрағасы Азаматханға бұл жедел түрде хабарланды. Себебі қаншама мәжіліс депутаттары жүрді. Олжас Бектенов премьерде келді, замдары келді, барлығы келді. Ешкім бірақ бөгеттің жарылып кету мүмкіндігін барлығы көл келе жатыр деді. Ешкім оның жарылып кету несін вариантын айтқан жоқ. ЧС неге хабарламады? ЧС хабарласа халықты дайындауға мүмкін 4-5 күн уақытын ұтар едік пе? Алдымызда бөгетті басқаша жасар ма едік мүмкін есепке қарап. Осының барлығы ол болашақтың несіне қалдырылады. Біріншісі, президентке осы мәселені жеткізу керек. Оны Байтақ партиясы Азаматхан Әміртай өзінің мойнына алды, жеткіземіз. Екіншісі, Темір өзенінің бойын жағалап, және бөгеттердің бұзылғандарын соған комиссия құрылып, нақты тексеріс жүргізілу керек. Басқа ештеңе жоқ. Менің күдіктерім әлде де өзі орын қалпында, өз күдігімде қалады осы. Жақсы, Медқали мырза, осы уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жаңа өзіңіз айтқан төтенше жағдайлар басқармасынан да бұл сұрақты сұрайтын боламыз. Не үшін олар апаттың келе жатқанын білді ма? Білсе не үшін ертерек жарияламады деген сұрақты біз осы Жылыой аудандық төтенше жағдайлар бөліміне басқармасының басшысына немесе оның орынбасарына қоятын боламыз. Кейбір мамандар айтады, жалпы бұл су Ақтөбе облысы жағынан келе жатқан сол жақтағы дамбы жарылды дейді. Бірақ ол туралы ешқандай да ресми ақпарат айтылған жоқ дейді. Сіз хабардар болдыңыз ба бұл жалпы ақпараттан? Ол нақты ақпарат жоқ ондай. Манағы айтады, ұзын құлақтан естідік деген сияқты, ондай бізге ресми бұл сондай бір су қоймасы жарылып
соның қатты көлемінен алып кетті деген нақты ресми ақпарат жоқ. Ондай ақпарат келген жоқ.